Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге жүзім жегісі келген қасқыр ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар, өте қызықты болады. Бір түлкі жүзімге әбден тойып алып, одан маң-маң басып шығып келе жатады. Сол сәтте оны қасқыр көріп қалып: «Ей, түлкі, қарныңды қайдан толтырып келесің? Айтшы, мен де жейін. Егер қазір айтпасаң, өзіңді жеп қоямын», дейді қасқыр ашуланып. Түлкі болса жылмаңдап, құйрығын бұлғаңдатып: «Ойбай, Қасеке, өзіңе не қылдық? Сізден несін жасырайын? Анау баудың ішінде жүзім дегенің толып тұр. Қалағаныңша жейсің. Жүріңіз, ертіп алып барайын», дейді түлкі қулана. Түлкі осыны айтады да, қасқырды ертіп апарып, өзіне үйреншікті тесіктен баудың ішіне кіргізіп жібереді. Сонша мол жүзімнің ішіне кірген қасқыр таңсық көрген жүзіміне әбден тойып алып, баудан қайта шығайын десе, әлгі тесіктен өте алмай кептеліп қалады. Мұны көрген түлкі деп күледі: «Қасеке, тым көрсе қызар екенсіз. Артын ойламағанға сол керек. Шамаңызға қарап жеуіңіз керек еді. Ей, ашқарақ досым-ай!» «Ха-ха-ха!» деп күледі де әлмен қарай жөнеліп кете беріпті. Қасқыр ары-бері бұлқынып, тесіктен шыға алмапты. Бауға су салып жүрген адам тесікте кептеліп жатқан қасқырды оп-оңай соғып алыпты. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.